Сәлем достар, бүгін сіздерге нарының оригинал рецептісін көрсетіп, бүге-шүгесіне дейін айтып, секреттерін бөлісетін боламын. Сондықтан осы видеоны соңына дейін қарап, керекті жерлерін жіберіп алмас үшін мұқият көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Рецепті көруге дайын болсаңыздар, бастаймыз. Ең алдымен қазымыз бен етімізді пісіріп аламыз. Мен 2 зуала қамыр үшін 4 килограмм ет және 1 қазы пісіретін боламын. Осылай ет батып тұратындай етіп су құйып, отқа қойып қоямыз, оған дейін қамырымызды жасай береміз. 1 зуала қамыр жасау үшін 1 жұмыртқа, 200 мл су және 1 ас қасық тұз керек болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және 500-550 граммдай ұн керек болады бізге. Ұнымызды аз-аздан салып, қатты етіп, қамыр илеуіміз керек болады. Нарының ең басты құпиясы оның қамырында болып есептелінеді. Егер сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып қалатын болса, нарындарыңыз езіліп кетеді. Ал біздің қамырымыз демалғанша, сорпамыз бір қайнап шықты, бетіндегі көбігін алып тастаймыз және қазымыз жарылып кетпес үшін тесіп шығатын боламыз. Әдетте мен осылай вилкамен тесемін. Егер сіздер инемен тесетін болсаңыздар, солай жасай берсеңіздер болады. Үшкір вилканы алып, осылай тесіп шығамын қазыны, ауасын шығарып. Біздің қамырымыз 10 минут демалды. Енді тағы қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Жақсылап тағы бір рет илеп алып, екіге бөлеміз. Сол кезде бізге қамырды жаюға өте ыңғайлы болады. Осы бөліп алған зуаламызды жақсылап үйін қандыруымыз керек. Илеп, 2 кішкентай зуала жасап, тағы 10-15 минутқа демалуға қойып қоятын боламыз. Қамырымыз қатты болу керек. Қатты болып қалды, жай алмай қалам деп қорықпаңыздар, өйткені демалған кезде қамырымыз жұмсарады. Демалған қамырды алып, енді жая бастаймыз. Жаюдан алдын осылай қолымызбен біраз үлкейтіп аламыз. Жан жақтарын біркелкі етіп басып аламыз. Өйткені біз жайған кезде ортасы жұқа, шеттері қалың болып қалмас үшін бар жақтарын біркелкі етіп басып аламыз да оқтаудың көмегімен жайып бастаймыз. Жайған кезде тіпті жұқа етіп жаймаңыздар. Қалыңдығы бешбармақтың қамырынан шамалы ғана қалыңдау болса жақсы болып шығады. Қамырларыңызды осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп алсаңыздар да болады, немесе кәдімгі бешбармақтың қамырын жайған кезде оқтауға орап кесеміз ғой, тура солай кесіп алсаңыздар да болады. Қазанымызға суымызды қайнатып алып, қамырларымызды салып пісіріп бастаймыз. Қайнатқан кезде 2 минуттан артық пісірмеңіздер қыздар, өйткені қамырымыз езіліп кететін болады. Ал нарынның қамыры шамал тірі болуы керек. Сол кезде әдемі болып кесіледі және әдемі болып көрінетін болады. Енді кейбіреулер сорпаға пісіріп жатады. Негізі оригинал нарының рецепті бойынша нарының қасына сорпа беріледі. Сондықтан біз сорпаға пісірмейміз. Пісіп шыққан қамырларымызды осылай суытып алсақ болады, немесе бір кесеге мұздай су алып, саусақтарымызды кеседегі суға салып, одан кейін қамырымызды осылай жайып шығатын боламыз. Қамырды жаюдан мақсат оны кептіру болып табылады. Немесе қамырды осылай бір материал салып, үстіне кептірсеңіздер де болады. Бір жақ беті кепкеннен кейін міндетті түрде оны аударып, екінші жағында кептіріп алуымыз керек болады. Кепкен қамырымызды енді майлап аламыз. Ең алдымен жабысып қалмас үшін ыдысымызды майлаймыз, үстінен қамырымызды салып, алдын майлаймыз және аударып, екінші жағын артын майлап шығамыз. Барлық қамырларымызды осылай майлап шығатын боламыз. Майлағанда сұйық майды қолданамыз. Кәдімгі сұйық майды қолдануымыз керек. Майды аямай жақсылап майлаймыз. Қамырымыз жаңағы құрғақ болып қалмауы керек. Бәрін майлап болғаннан кейін 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде майы сіңеді. Біз майлап жатқанда біздің етіміз бен қазымыз пісті. Оларды бөлек сыртқа шығарып аламыз. Ал сорпамызды енді ситадан өткізетін боламыз. Өйткені сорпада бізде ет қайнаған кезде майда сүйектері шығады. Сол майда сүйектерін алып тастауымыз керек болады. Міне осылай ситадан өткізсек, бізде осындай мөлдір, тап-таза әдемі сорпа шығатын болады. Майлаған қамырымызды демалды, енді оны турайтын боламыз. 2 түрін көрсетем тураудың. Бірінші осылай трубочка ретінде орап аласыздар да турайсыздар. Тураған кезде оң жақ бетін және сол жақ бетін ауыстырып отырып турасақ, осындай майда
әрі әдемі болып шығатын болады. Тураған кезде мән беріңіздер қыздар, өте майда етіп турау керек болады. Екінші турау әдісі ол осылай ленточка тәріздес етіп кесіп аламыз және оны кеспе көже кескендей етіп осылай майдалап турап шығатын боламыз. Нарын егер ірі болып кетсе, онда әдемі көрінбейтін болады, сондықтан мұқият майда етіп кесуге тырысыңыздар қыздар. Осы жерде тағы бір маңызды нәрсе айтып кетейін. Етімізді біз нарынды турап жатқан кезде холодильникке салып қойсаңыздар, етіміз қатып кесуге ыңғайлы болып тұрады. Тоңазытқышта қатқан ет кескен кезде шашақтанып кетпейді, шашылып кетпейді, сондықтан 1 сағатқа қамырларыңызды турап болғанға дейін еттеріңізді мұздатқышқа салып алсаңыздар дұрыс болады. Міне тағы бір рет көрсетіп жатырмын сіздерге қалай турау керек нарынды. Өте майда етіп, оң жағын және сол жағын ауыстырып отырып турасаңыздар өте әдемі шығатын болады біздің нарынымыз. Нарынның қамырын турап болғаннан кейін келесі бізде етімізді турап аламыз. Етімізді майдалап кубиктап тураймыз. Менде міне тоңазытқышқа салып алғандықтан етім менде әдемі болып тез-тез туралып жатыр. Достар, біздің каналымызда аптасына 2-3 жаңа видео шығып отырады. Егер сіздерге біздің видео рецепттеріміз ұнаса, каналымызға жазылып алыңыздар. Еңбегімізді бағалап, комментарий жазып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Қамырымыз бен етімізді турап болдық. Осындай әдемі нарын шықты бізде. Енді етіміз бен қамырымызды жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Нарын жасаған кезде осы ет пен қамырды араластыру нарын жасаудың ең бір ұнайтын жері шығар деп ойлаймын. Сіздерде қалай қыздар, жазып кетіңіздер комментарийге. Нарын жасаған кезде бүкіл күніміз осы нарын жасаумен өтеді, бірақ есесіне 2-3 күн тамақ жасамауға болады. Бұл қуантатын жағдай әрине. Қосып жатқан еттеріңіз егер сүрленген ет болса, онда нарынның дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан мүмкіндік болып жатса, міндетті түрде сүрленген етпен жасаңыздар. Нарынымыз дайын болды. Енді нарынды бөлек ыдысқа және сорпамызды бөлек ыдысқа салып, үйдегілерімізге ұсына берсек болады. Қазымызды да турап алдық. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Достар, егер видеоны осы жерге дейін көрген болсаңыздар, яғни біздің видеомыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Осы видеомызға лайк басып кетіңіздер, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Баршамызға ас болсын.